Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін Қазақ Robloxers. Достар, бүгін біз выход 8 деген ойынды ойнайтын боламыз Robloxтағы. Так, бізге ең бірінші, бұл яғни аномалия дегенді білетін болсаңыздар. Яғни, кім біледі, кім білмейді. Яғни бұл жерде біз аномалия деген ойын. Яғни аномалия ол қателіктер. Қазір ойынды біз ойнап бастаған кезде түсінетін боларсыз. Міне, бұл осы адам, қараңыздар. Осы адам осылай өтеді, біз осы жердегі, осы коридордағы осы барлық заттарды жаттап алуға жетпіз осылай. Мысалы, мына сөздердің барлығын, есіктерді, 3 есік тұрды, соның барлығын жаттаймыз да, бергей. Мысалы, мына барлығын жаттаймыз, прям не тұр, не бар, не жоқ. Сосын, все. Міне, мысалы, бұл бірінші, яғни бірінші 0 деп басылады. Егер де аномалия жоқ болса, мысалы, мына жерде ешқандай қателік болмаса, онда біз келесі этажға барамыз. Этаж немесе қалай? Жолға. Мысалы, осы адамға да қараймыз, себебі бұның артында андай царапиналар болуы мүмкін. Міне осы жерде осындай белгілер, суреттер тұруы мүмкін. Осы адамның көзіне, барлығына, тамақтарға да қараймыз прям. Осы запретить курить. Я. Так, все, кеттік. Мына жерде аномалия жоқ деп ойлаймын. Аномалия бар. Аномалия жоқ. Идти вперед дедім. Я, достар, бізде бұл жерде аномалия жоқ екен. Егер де аномалия бар болса, егер де қателіктер бар болса, онда артқа қарата барамыз. Ой. Қалдым? Жоқ. Қорыққам мен. Аномалия бар, достар. Светтерге қараңыздар. Аномалия бар болса, артқа қарата барамыз. Вернуться назад, да. Міне, достар, 3 деді. Яғни, ол дұрыс деген, яғни, қалай, вывод деме не дейді. Так, мынандай бар. Адамның көзіне де қарау керек. Я, мына адамға қараймыз. Аномалия жоқ секілді. Аномалия жоқ, я. Мынаның каждый сөздеріне де мән береміз, себебі егер де аномалия жоқ, достар. Я, міне дұрыс. Яғни біздің жасап кетқанымыз ол дұрыс. Так, достар, ана адамға қараймыз. Так. Ой. Кей кезде, достар, мына адам өте баяу немесе өте қатты тым тез жүгіріп келуі мүмкін, сондықтан соңында соған да мән беру керек. Аномалия бар сияқты. Бар сияқты. Қарап көрейін ба? Достар, аномалия бар болса, біз да десек, дұрыс емес болса, біз 0-ден бастаймыз. Я, достар, біз 8, мына жерде выход 8 деп тұр, міне. Қайда? Аномалия. Міне. Біз 8-ші неге бару керекпіз, короче. Аномалия. Қалай, аномалия бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыздар? Мына картинкаларға да қарау керек. Так, аномалия жоқ. Просто манаға адам келетті бе, діріліп кетті ғой. Аномалия жоқ деп ойлаймын мен. Сен не істейсің? Жоқ деген еді. Бірақ бұл дұрыс емес сияқты, достар. Аномалия бар екен, достар. Қалай? Сол не сияқты? Жаңағы адам. Тұршы былай. Так, міне. Бұл жерде бәрін норм сияқты. Есіктердің жазуына қара, есіктердің жазуына. Мен есіктердің жазуын. Тоқта. Чо? На, есіктердің жазуын қараш. Бүткілі бірдей ма? Жоқ, мана біреуінде дейтін, мына есік жазу болмай қалды ғой. Біз ең бірінші ойнағанда. Бірақ ол видеоға түсірмедік. Та, бұл жақта аномалия жоқ. Не маған келе бересің? Я, достар, аномалия жоқ екен. Аномалия яғни қателіктер ғой. Видеоны ойнасаң, ойынды ойнасаңыздар түсінесіздер. Так, дұрыс. Артында не бар? Артында жоқ па? Стоп, но. Бір есік жоқ па? Бар. Есік бар, есікте жазу болмауы мүмкін. Мынау яғни телефон алды, звондайды. Айфонмен звондайды. Телефон. Звондады, стоп. Осылай звондайды ма? Я, осылай звондайды кеп жүр. Аномалия тоже жоқ сияқты. Блин, достар, қорықпа. Барлығына мән беру керек, достар, прям. Да, ана идти вперед мен да дедім. Дұрыс. Так. Бұл негізі өте қызық, яғни осы выход 8 деген, ойынның аты выход 8. Осы ойынға арнап, негізі кино болған выход 8 дейтін. Сосын, сол киноға арнап осы ойынды шығарып жатыр. Сіздер, өте жай келатқан сияқты. Аномалия бар деп ойлаймын. Аномалия мен ойынша жоқ. Мен артқа айтам, бәрібір маған. Жоқ аномалия. Аномалия бар. Дұрыс па? Я, үшінші неге бардық? Үшінші жерге ма? Үшінші этаж нені? Так, достар, артын көрейік. Арты нормально. Мен өзіме өзі бір есік жоқ, аномалия бар. Күтші мен.
сіздер Robloxқа кіріп аномалия деп жазсаңыздар болады, немесе выход 8 деп жазсаңыздар болады. Сол кезде бір вагон сияқты заттар шығады, короче, пойыз ба сондай. Әне анау келатыр. Ананың көзіне де бір нәрсе болуы мүмкін, достар. Дина шашын. Дірілдеп кетті. Мен соткамда, ане дірілдеп жатырмын. Сен ғана тұрып алған еді қуасың ба? Ту. Аномалия жоқ достар. Аномалия жоқ сияқты. Ура, достар. Күшті. Анадан жүгіріп кетті да. Жо нормально кетір. Өте жай кеткен сияқты. Жо нормально сияқты. Или білмеймін. Артшы. Арты дегенде, яғни арқасы ғой, короче, арқасынан царапина болады какой-то. Не? Бүйтіп мысық бір нәрсе тырнап алған сияқты болады. Аномалия бар ма, жоқ па? Жоқ деп ойлаймын мен. Дымбай қалған жоқ. Достар, біз жаңағыны өттік, мен мына жерде аномалия жоқ екен. Ей? Жоқ, біз күте тұрдық қой. Стоп? Мені бір нәрсе бүйтіп жыпылықтады да. Қалай мына уже келді не ақа? Мен басып баратырмын. Аномалия бар, конечно, посмотрите. Бар. Қараңыздар. Қап-қара бір нәрсе ағып жатыр ана жерде. Жеті. Бір зат қалды, достар. Бір этаж ба, не ну? Аномалия бар, өте қараңдар, достар. Бұл негізі көзі андай не керек, ашық па сондай. Міне, достар. Біз 8-ші выход 8-ге келдік, неққа кетеміз енді. Негізі бұл ойын өте оңай секілді. Негізі бұның ойыны бар кәдімгідей, бірақ ол қорқынышты қатты. Я, достар, бұны кәдімгі ойын бар, кәдімгі қорқынышты The Ghost дейтін ойын бар. Ағылшынша App Store немесе Google Play'ге The Ghost деп ағылшынша жазсаңыздар шығады. Ол өте қорқынышты, реалистік, аномалия версиясы бар. Бұл негізі, мына жертөле ма қалай? Біз бір аномалияны жіберіп алған екенбіз, я. Ол видеода бар. Так. Что там пропустить? Қасына қайттан бастап тұрып қойын біз? Көрейік па қайттан ойнап? Жоқ, қайттан ойнай алмайды екен. Так, ендеше сіздерге бұл карта, яғни біздің видеомыз, осы ойнаған выход 8 деген ойынымыз ұнаған болса, сіздерден лайк басып, комментке өз пікірлеріңізді жазып, және біздің каналымызға тіркелулеріңізді сұраймын. Және де достар, менің каналыма тіркеліп жатқандарыңызға өте рахмет, алғысым шексіз. Бірақ тағы да соны арттыруларын. Короче, рахмет. Қайдасың сен? Артур шығып кеткен екен, достар. Ендеше сау болыңыздар.